достар, сіздерге салам YouTube әлем, осыны ұмытып кетпін. Мен Еркок кезде сіздерге осындай оружие Майнкрафттан керек болатын болса, осы видеоға лайк басып, коммент жазып, және де менің қазір інімнің арнасын описанияма қалдырып кетем. Соған тіркеліп, обязательно видеоларын соны примерно 23-24 подписчикке жеткізсеңіздер, соны сол кезде мен сіздерге айтатын боламын. Мен мынаның бәрін қалай істейтінімді қараңыздар. Міне пулемет. Қазір пулемет алып алынбай тұр очты. Үстіне секірсе алынады. Үстіне секірсең алыну керек. Жақсы киінерден. Безобид. Болды. Менде бар примерне айттым. Міне осындай. Ой, оқтары бітіп балан кілең. Қайсы мылтық керек бізге? Давай на пистолет талсаш. Ебай, пистолет, қайда пистолет? Ой. Бәсе пистік керек. Міне, мен қазір. Мынау не атпаймасында? Или прикладына. Құрсын, достар, сіздер менің інімнің арнасын 25-23 подписчикке жеткізсеңіздер, мен сіздерге осындай міне мықты оружияларды қалай жаздыру керек екен өзім үйрететін боламын, арнайы өзім. Екі оқпен өлтіреді, анау жалпы автомат болған бірталай оғағып сөйтті. Үйрететін боламын. Описаниедағы баланың, яғни менің інімнің арнасын көп, яғни 23-24 подписчикке жеткізіп берсеңіздер, осы мод видеоға түсіріп көрсететін боламын. Бітік болды. Бірден өлтіретін. Достар, осында енді сол балаға тіркелсеңіздер, мен сіздерге қалай осы мод жазу керек екенін айтам. Егер де керек болса, если что, соған тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, осын яғни көрсететін боламын. Сау болыңыздар. Бүгінше тек айтқаным келгені осы. Сол балаға тіркелсеңіздер, осының бәрін сіздерге мына мылтықтың AK-47 пулемет бәрін үйрететін боламын. Короче, сол кезде көрсететін боламын. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер. Және де видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Коммент жазып, яғни менің айтқан менің ініме тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар. Модына лайк. Және де інім арнасын тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.